Ұлы ойшыл Әбу Насыр Әл-Фараби шәкірт тәрбиелейтін ұстаз үшін темір қазықтай бағыт болар кеңес берген екен. Ұстаздық мінез, құлық нормасы мынадай болуға тиіс. Ол тым қатал да болмау керек. Тым ырыққа да жығыла бермеу керек. Өйткені аса қаталдық шәкіртті өзіне қарсы қояды. Ал тым ырыққа көне беру қадірін кетіреді. Берген білімі мен ғылымына шәкірті селқос қарайтын болады. Екі мінездің арасы алшақ. Әлбетте жеке бір тұлғаның жеке басының қасиеттері білім мен ғылымды игеруде қаншалықты рөл атқарады дерсіздер. Аңғарсақ тікелей. Сәлеметсіз бе? Қарлығаш Медетқызының әдебиеттануға кіріспе кітабын бересіз бе? Айым Дәуіт 3-ші курс студенті. Қазақ тілі мен қазақ әдебиетінің құнарын жас толқынға үйрететін болашақ мұғалім. Әзірге өзі тәлім алып жатыр. Әр мемлекет өзінде білімді ұрпақ тәрбиелеуге тырысады. Сондықтан да мен осы мұғалімдік мамандығын таңдадым. Мұғалім болғанда біз тек қана қоғамға, әлеуметке үйретіп қана қоймай, оны балаларға, болашақ ұрпаққа, біздің артымыздан келе жатқан өскелең ұрпаққа көмегімізді тигіземіз. Кешегі арман, бүгінгі мақсат ертең орындалады дейді. Мен осы пәнді таңдай отырып, өзімнің білгенімді, жеткен жетістіктерімді өзінің болашақ мұғалім ретіндегі оқушылармен бөліскім келеді. Бой жеткен педагогикалық мамандықты қалап келді. Қазір ақылы бөлімде оқып жатыр. Бүгінгі қоғамның мұғалім мәртебесіне көз қарасын біле тұра, кәсіпті меңгермекке бел буды. Ұстаздық мәртебесі ол бертін келеде, бүгінде де ұстаздың мәртебесі әрқашан жоғары болып келеді. Ұстаздық ол барлығына үлгі ретінде болу керек. Ұстазды көргенде, ұстазды естігенде, ұстаз деген атты ұлы есімді біз жадымызда ұстау керек. Педагогикалық мамандықтар бойынша кадр дайындап жатқан білім шаңырағы 1995 жылы ашылған оқу ордасы жекенің иелігінде, бірақ мемлекеттік тапсырысты орындайды. Осы уақыт аралығында 10 мыңнан астам мұғалім тәрбиелеп шығарған. Біз педагогикалық мамандықтарға үлкен көңіл бөліп келдік. Оның ішінде 6 мамандығымыз ол педагогикалық мамандықтарға арналған. Жыл сайын педагогикалық мамандықтарға енді жалпы алатын болсақ, оқуға түсушілердің сонда 60% сол педагогикалық мамандықтарды таңдайды. Қазір кезеңде педагогикалық мамандықтарға үлкен талаптар қойылуда. Оның ең бастысы қазіргі 21-ші ғасырдың ұстазын дайындау, педагогын дайындау. Міне біз осы бағытта өзі қабылдаған жеке бағдарламамыз бар. Осы бағытта қызмет етіп келе жатырмыз. Институт 5 кафедрадан құралған. Мектепке дейінгі оқу және тәрбие, бастауыш сыныптарын оқыту педагогикасы мен әдістемесі, педагогика және психология, тарих, қазақ тілі мен әдебиеті сынды мамандықтар бойынша кадр әзірлейді. Педагогикалық мамандықтар бойынша біздің сол 12 траекториямыз бар. Ол дегеніңіз әр мамандық бойынша, әр сол бағдарлама бойынша 2-ден 3-ден траекториялар бар. Мысалы, қазақ тілі әдебиеті мамандығын айтатын болсақ, онда тіл тану, әдебиет тану траекториялары, шет тілдерін оқыту мәселелері, шет тілдері, шет тіл мамандығы бойынша да осындай бірінші траекторияларымыз. Тарих бойынша, тарихта мысалы үшін бұрын болмайтын орталық Азия елдерінің тарихы траекториясын қабылдадық. Білім шаңырағы Назарбаев зияткерлік мектептерінің тәжірибесін қолданысқа енгізген. Мәселен, қазір тәлім беріп отырған 120 оқытушы бар болса, олардың арасында ғылым докторлары, профессорлар мен PhD докторлар да бар. Олардың өздері әлсін біліктілігін жетілдіріп келеді. Біз мемлекеттік тапсырысты да орындаймыз. Қазірдің өзінде бізде институтта 18 студент білім жатыр мемлекеттік грант бойынша. Оның сыртында тағы да сол шамадағы студенттер мынау Астана қаласы әкімдігінің гранты бойынша оқып жатыр. Яғни бізде әкімдік және ол тұрақты жүретін нәрсе жылда тапсырыс береді. Өйткені Астана қаласында мектептерді мұғалімдермен қамтамасыз ету керек. Сондықтан біздер қаншалықты тапсырыс береді, сол көлемде біздер дайындап береміз. Қазір оқу ордасының қабырғасында жүрген студент саны 2104. Олардың жартысынан көбі педагогикалық мамандықтар бойынша білім алып жатыр. 31 жас мемлекеттік гранттың иегері. Дені ұстаздықтың жолын таңдап келген. Бізге көбінесе түсіп атқан қазір қазақ балалары, қазақ тілінде оқытуда. Орыс тілінде аздау болып жатыр. Екіншіден, педагогикалық мамандықтарға балалардың түсу көп емес, себебі ол мүмкін айлықпен байланысты шығар. Қазіргі жастар
прагматикалық көзқарастардан қарайды да, қандай айлық болады ертең, қандай күнкөріс болады деген осындай бір сұрақтар туады да, олар өздерін педагогикалық мамандықта кейде көрмейді. Педагогикалық мамандықтың ескіріп бара жатқаны рас. Мектеп пен балабақшадағы мұғалімдерге қарасаңыз, көбінің жасы келген. Ал көптің ішіндегі бірлі-екілі жас кадрды көзіміз шалып қалса, өз жұмысын қатты ұнататын болу керек деп қабылдаймыз. Бізде мектепке дейін дайындық және тәрбие деген мамандығымыз бар. Ол балабақшаға дайындайтын. Соған балалар онша көп келе қоймайды. Профориентация ретінде мектептерге барып сөйлескенде, біз кім боламыз, няня боламыз ба деп жаңағыдай айтады да, ал айлықтарын туралы сұрап өздері бірін-бірінен білген кезде, онда көбі басқа мамандық таңдауға дәл келеді. Ең басты талап қоятынымыз ол мынау құзыреттілік ұстаным. Біз қазір өзіміздің миссиямызды қарап, бұл біздің елге құзырлы, құзыреттілігі жеткілікті мамандар керек деген мақсаттан бүкіл өзіміздің силабустардағы модульдік жаңағы бағдарламалардағы мақсаттарды, мазмұнын, әдіс тәсілдерін, технологияларын бәрін келтіріп жатырмыз. Болашақ педагогтар мысалы мектепті аттамас бұрын бұлар барлық инклюзивті білім беру категорияларын білу қажет. Өйткені неліктен қазіргі мынандай мәселе болып жатыр. Барлық педагогтар, мұғалімдер болашақ бұлар бір жыл, жарты жыл жұмыс жасап кетіп қала береді. Өйткені бұлар жаңағы сол ортаға бейімдей алмайды. Ал егер де, яғни біздің тәжірибеміз бойынша осы институттағы мамандырылған орталықтарға барып, бірден сол мүмкіндік ерекше балалармен жұмыс жасап, көріп, танысып, енді бұл кәсіби тұрғыдан, яғни құзыретті маман ретінде болуды үміттеміз. Инклюзивті білім беруді мемлекет қолға алды. 12 мүшесінде қандай да бір кемдігі бар бүлдіршіндер ортадан шектетіліп қалмай, керісінше көпшілікке тартуды көздейміз. Әйтсе де, бұл салада кадр тапшы. Инклюзивті білім беру жалпы мүмкіндігі ерекше жандарды жалпы мектептерде және де жоғары оқу орындарында басқалармен тең дәрежеде білім беру пәні болып табылады. Яғни бізге болашақ педагог ретінде бұл пән өте маңызды. Бұл пән бізде сырт жаққа шыққанда мүмкіндігі ерекше жандарды тану барысында, соларды қоғамға, ортаға бейімделу барысында оқытылатын пән. Айкүміс Үсенова педагогика және психология мамандығының инклюзивті білім беру бағыты бойынша білім алып жатқан аздың бірі. Қалауы түсіп, мамандықты таңдап келген. Алда не күтіп тұрғанын білетін сияқты. Әрине, қорқыныш сезімі болады. Біз оны болашақ педагог психолог ретінде жеңе білуіміз керек. Яғни өзімізді жақсы жағынан көрсете біліп, сол адамдарға жақсы жағынан қызмет ете білуіміз керек. Ол адамдарды ортаға бейімдеуіміз керек. Яғни мен бұл мамандықты таңдаған себебім өте қызықты, адамның жан дүниесінде үңілу, адамдарға көмек қолын созу. Жаңа мамандықтар бойынша кадр дайындауда оқу ордасы шетелдік әріптестердің тәжірибесіне сүйенеді. Мәселен, студенттер Беларусь мемлекеттік педагогикалық университетіне, не Омбы, Новосібір мемлекеттік педагогикалық университеттеріне жіберіліп, бірінші курсын сол жақтан оқып келеді. Осы семестрде қазіргі кезде Эстонияның Таллин университетінде 7 студентіміз білім алып, өзінің ағылшын тілі бойынша білімдерін толықтырып жатыр. Отандық жоғары оқу орындары арасында Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетімен қарым-қатынасымыз өте тығыз байланыста. Бүгінгі таңда бізде 70 шақты студентіміз басқа жоғары оқу орнына барып оқып келді. Біз мұғалім атауын тәрбиелеп жатқан Астанадағы оқу ордасы туралы айттық. Шыны керек, қазір бұл саладағы институттар көп емес. Мемлекет басшысы үкіметке әр оқу орнында педагогикалық факультеттерді ашу туралы тапсырма жүктеді. Жаратылыстану, математика пәндерін оқытатын білікті, білгір мұғалімді дайындап шығару міндет болып отыр.